Ал жақсы балалар, саламатсыздар ма? Жақсы. Кәнекей балалар, бәріміз ортаға шығайық. Топқа бөлінеміз. Қазір шеңбер болып тұра қалайық. Және бір бөлімге шаттық шеңберін білеміз ба? Бір бөлімге осы сабаққа қатысты жақсы тілектерімізді білдірейік. Тез. Ал кәне, кім бастайды? Айтоқы бастайсың? Күнге сәттілік тілеймін. Мен саған бүгінгі бақыт. Мен саған сәттілік тілеймін осы сабақта. Мен саған экзамен өтіп бақыт. Түрлі түсіп фигура бар, кәне таңдап топқа бөліне алайық. Қандай бөлінеміз? Ауамен емес, яғни Топырақ. шаршы, бірінші топ шаршы, екінші топ дөңгелек, үшінші топ ұшқыдыш. Бірінші топ сізге атмосфера боласыздар, екінші топ литосфера, үшінші топ гидросфера боласыздар. Жақсы. Қазір әр топ өзінің қарсы фигураларының артын қарасын не жазылып тұр? Ауа. Дөңгелек, ауа, су және топырақ. Енді қараңыз, сіздердің фигуралардың артында жазылған сіздердің топтарыңыз атымен байланысты. Солай ма? Яғни атмосфера не зерттейді екен? Ауаны, литосфера, топырақты, гидросфера, суды. Биосфераға қатысы бар. Ендеше дәптерімізді ашып жазып алайық. Владимир Иванович Вернадскийдің биосфера туралы білімі. Қазір маған әр топтан бір топ басшысы сайлансын. Бағалау парағын таратам сіздерге. Араларыңыздан топ басшысын сайлап, осы бағалау парағын толтырып отырыңыздар. Бірінші, екінші, үшінші топтан. Бағалау парағымен жұмыс жасадық па бұрын? Иә. Топ басшысы бағалау парағымен жұмыс жасаймыз. Жақсы. Келесі, өткен сабақта біз не өттік? Қандай тарауды қорытындыладық? Иә? Экология қорытындыладық. Қазір қолымызға қаламды алып, дәптерге жазамыз. Мен сіздерге үй жұмысын беремін. 10 сұрақты сіздер жазасыздар. Иә немесе жоқ. Қайсысы дұрыс сөйлем болса, иә, қате сөйлем болса, жоқ деп жазасыздар. Экология тақырыбына қатысты. Иә, жоқ деп жанды. Көрмейсің ба сіздерге? Айтып тұтайын. Екінші топ атмосфера бітті. Литосфера geçіңіздер. Гидросфера бітті. Және литосфера сіздер дайынсыздар ма? Иә. Дайынсыздар. Жақсы, енді әркім дәптерін сағатымен ауыстырсын, көшсінен. Ауыстырдық па? Жақсы. Ендеше тақтаға қараңыздар, дұрыс жауаптары берілген. Біріншісі сөйлем. Дұрыс сөйлем болды. Екінші сөйлем, қате сөйлем. Үшінші сөйлем, қате сөйлем болды. Төртінші сөйлем, дұрыс сөйлем болған, иә десеңіздер дұрыс. Бесінші сөйлем, қате сөйлем болды. Жоқ десеңіздер дұрыс болады. Алтыншы, иә. Жетінші, жоқ. Сегізінші, иә. Тоғызыншы, иә. Және 10-шы сөйлем жоқ. Қате сөйлем болған. Біз мозаика білеміз бе мозаика не екенін? Қима қағаздармен жұмыс. Қазір мен сіздерге қима қағаздар таратамын. 3 топқа 3 түрлі қима қағаз. Осы қима қағазды дұрыс жинаған топ бірінші қолын көтереді, оны біріктіріп тілектейді. Және келесі бетін ашқанда бір термин сөз шығады, және осы термин сөзге қатысты өз ойларыңызды айтуларыңыз керек. Түсінікті ғой? Иә, бастарды бірінші топқа, екінші топқа, үшінші топқа. Мозаиканы қима қағазды тез құрастыра қоямыз. Жалпы биосфера дегеніміз не? Био қандай мағына білдіруші? Яғни тіршілік бар жердің қабаты деген сөз. Ол 3 құрам бөліктен тұрады екен. Қандай
Жақсы, тамаша. Демек бүгінгі тақырыбымыз биосфера тақырыбы. Қазір мен сіздерге осы 3 тақырыпқа қатысты, 3 құрам бөліктеріне қатысты мәлімет беремін. Осы мәліметті бірінші оқимыз 3 минуттың ішінде. Ары қарай әлем шабу әдісі бойынша әр топтағы оқушылар басқа топқа қонаққа барады, өзі оқыған мәліметті айтады және өз тобына қайтып оралуы керек. Және әр топқа қонаққа барған оқушыны топ мүшелері бағалайды. Бағалап өз тобына қайтарып отырады. Тапсырма түсінікті ме? Түсінікті. Жақсы, сізден атмосфера туралы. Гидросфера алыңыздар. Және литосфера. Алда оқушылар оқып ма? Ендеше әр топқа, келесі топқа қонаққа барамыз. Әр топтан 2 оқушы, қалған 2 топқа. Ал топқа қалған оқушы келген қонақтарына баға береді. Қайтып болды. Оның бәрі болыңыздар. Жақсы, тамаша. Шаршадыңыздар ма? Аздап. Жақсы, ендеше қазір бәрін ортаға шығайық, біз тамаша бір ойын ойнап берейік. Алақандарды білеміз бе? Иә. Жақсы, тамаша қазір. Алақандармен ойын ойнаймыз. Сары алақан бізде не? Қызыл алақан? Көк алақан? Жаққа су. Ал кәне аралақан. Сары алақан. Жақсы, тамаша. Бойымыз жазылды ма? Ергілік па? Жақсы, ендеше отыра қалайық. Қазіргі біздің проблема не? Жалпы әлемде болып отқан бұл проблемасы топырақтың ластануы, яғни биосфераның ластануы бізде өте үлкен мәселе. Солай ма? Ендеше экранға назар аударыңыздар. Сіздерге шағын бейне көрсетілер. Биосфера жайлы. Бейне көрсетілген сізге әр топ өзінің тобына қатысты не байқадыңыздар, не көрдіңіздер? Осы видеода зауыттардың осы ауа сапасының қалай зиян келтіріп жатқанын көрсетуде көптеген зауыттарда зиянды негізі болады. Атмосфера литосфера қандай мәселелер ол адамдардың қоқыс тастауынан және де осы түзу экологияны таза ұстамауына байланысты жердегі топырақтар
осы сулардың арамдалуы сияқты мәселелерге жақсы, ал видеографияға қатысты судағы тіршіліктің жоқтығы, одан кейін қоқыстың суға қоқыстың тасталуы, мұнайдың суға құйылуы. осының нәтижесінде видеография басталуда. Дұрыс айтасыз. Жақсы, ендеше біз бүгінгі сабағымызды ақырын қорытындылай бастайық, бекіте бастайық. Әр топқа мен тақырыпқа сұрақтарды дайындадым. Сол сұрақтарға мен тез отырып жауап беруім керек. Атмосфера тобы, гидросфера және литосфера тобы. Топтан кім жауап береді? Қай топ дайын? Біз дейміз ба, не дейміз? Атмосфера тобы дайын, литосфера тобы дайын, және гидросфера тобы дайын. Жақсы, бәріміз назар салып тыңдайық. Атмосфера бастаңыздар. Атмосфера қандай қабаттардан тұрады? Атмосфера, тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера және де экзосфера деп деген қабаттар. Литосфераның түп негізін нелер құрайды? Олар шөгінділер, тау жыныстары және органикалық қалдықтар құрайды. Гидросфера тобы. Судағы тіршіліктің кездесетін мөлшері және қалай аталады? Қонақ мұхитындағы барияна шоғыласы 1000 журналист литр. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, балық қаңқасы әдісі арқылы жұмыс жасаймыз. Білеміз ба балық қаңқасын? Бірінші, балық қаңқасын бас бөлігіне не жазамыз? Биосферада туындайтын проблема. Кез келген проблема, яғни атмосферада, гидросферада, литосферадағы туындайтын проблема. Балықтың күн қанатына нақты себептерін жазасыздар. Жүзбей қалады. Балық қаңқасын жинайық, әр топтан қорғайын оқылар, ортаға шықсын. Бірінші топтан кім шығады? Айдос шығасына, Тақтан шығады дейді. Гидросфера тобынан Айдосқа және литосферада кім шыққан жоқ? Ақтоптың және ортаға шыққан. Бірінші болған топ гидросфера тобы. Бірінші, ол биосфераның ласталуы, ауа ласталуы, судың тартылуы, тіршіліктің азаюы, топырақ эрозиясын айтсақ болады. Ал себептері ауаны түтіндер, газдар ластайды, суды мұнай қалдықтары, қоқыстар ластайды. Ал топырақта кәсіпорын салу үшін, пайдалы қазбаларды игеру үшін
копарып топырақ эрозиясы пайда болып жатыр. Ал осы Қазақстанда болып жатқан проблемаларды айтатын болсақ, ол Арал теңізіндегі барлығымызға белгілі судың тартылуы, оның себебі ретінде басқа елдердің өзіне өзен саласын бұрмалап алуы. Ал Каспий теңізі мұнай қалдықтары, мұнай шығарылғандықтан ол жерде мұнай қалдықтар төгіледі. Ал барлығымызға белгілі Семей полигоны ол тіпті адамдардың денсаулығына да әсер етті, және де ауаны да ластады, топырақты бұзды. Нәтижесі Қорытындысы, таза болса табиғат, аман болар адамдар, жер шарын қорғау өз қолымызда. Жақсы, тамаша. Атмосфера болды. Оның ауаның ластануы. Оның себебі ғашық шаң тозаң металлик цементары түскендіктен зауыттардың түтін шығып ауаны бұзуы, ауаны ластануы. Және де оның себебі дәлелі ракеталар ұшып атмосфера қабатын бұзады. Атомның зияны табиғатқа да, адамға да зиян келтіреді. Және осылардың бәрін қорықтай. Демек, биосфераны қорғау кімнің қолында? Өзіміздің қолымызда. Биосфераны қорғау өзіміздің қоршаған ортамыз, тұратын жерімізді таза ұстаудан, қорғаудан басталады. Ендеше, осы тақырыпқа байланысты өз ойыңыз, өз сезіміңізді маған 5 жол өлең арқылы білдіріп берсеңіздер. Шешен әдісі арқылы. 5 жол өлең. Әркім өзінің сезімін, өзінің ойын өлең жолдарына. Әне, болып па? Жақсы дайын болсақ, әркім өзінің жазған өлең жолдарын оқысын. Табиғатқа қатысты, биосфераға қатысты. Қай топ бастайды? Я бастаңыздар. Арамдауы табиғат жойылуда, қалаларға зәулемей салынуда. Ойласа ғой адамзат, түсінсе ғой залалынан адамнан ластануда. Жақсы, тамаша. Биосфера тіршілік берген осы қолға сенеді. Зерттеген биография тәртіпті қалай көшпесен деді. Биосфера жеріміз атмосфера тұтты. Гидросфера тұшқынында литосфера еліміз аман болсын шешамыз. Үйірімізін жазып алайық. Әр топ мүшелері жиынтық бағасын жаза қойыңыздар. Қалған оқушыларымыз күнделік шашып, бүгінгі үйірімізін жазып алыңыздар. Геннадий биосфера туралы ілімі қосымша мәлімет жинақтап келеміз. Және 6-6 тақырыпта сұрақтар жауап береміз. Топ басшылары жиынтық бағасын жаза қояйық. Алдыңыздар ма? Бүгінгі сабақтан алған нәрселеріңізді алмаға жазасыз және ағашты безендіріп ілесіз. Жақсы, піскен алма жоға жағында тұрады, өспей шығып қалған алма жерде жатады. Яғни бүгінгі сабақтан алған нәрселеріңізді білдіріңіз. Сонымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.